Бүгін 10 жасар Қабилжан жер қойнына тапсырылды. Оның сүйегі Мәскеу түбінен туған қыстағы Тәжікстанға жеткізілді. Жаназаға 10 мыңнан аса адам жиналған. Ол бір ғана отбасының емес, бүтін бір халықтың қайғысы. Негізі бұл отбасының құжаттағы визалық мерзімі аяқталып жатқан. Анасы осы апта соңында онсыз да баласын ауылға жібермек болған еді. Бірақ ажал асықты. Тағдыр баланы үйіне тірі жеткізбеді. Бұл күн әлем күңіренген күн. Барша аналар жылаған. Ұлттар мен діндер айырмашылықты ұмытқан. Адамдық қайғыда біріккен күн. Қабилжан небәрі 10 жаста еді. Ол қылмыс жасамады. Ол ешкімге қауіп төндірмеді. Ол тек басқа ұлттың баласы болған үшін ажал құшты. Бұл қанды қылмыс. Бұл қатыгез өлім. Ең сорақысы оқиға далада емес, мектеп қабырғасында болды. Ресми мәліметке сүйенсек, 14 жасар ұлтшыл жасөспірім баланы қуып жүріп пышақтаған. Қарсыласуға шамасы келмеген Қабилжан соңғы демі таусылар сәтте әке деп айқайлаған. Қабилжан екі ағайындының бірі. Әкесі 3 жыл бұрын өмірден өткен. Анасы Нулифар 2 ұлын және сіңілісін ертіп, күнкөріс қамымен Ресейге келген. Ол заңды патентпен жұмыс істеген. Балаларын асырау үшін бірнеше мекеменің еденін жуып, қарт адамды күтуге де уақыт тапқан. Көршілері бұл отбасы жайлы тек жақсы пікір айтқан. Ал енді сұрақ: 14 жасар Тимофей кім? Ол 3-4-ке оқыған, орташа отбасында өскен жасөспірім. Алайда соңғы уақытта ұлтшыл экстремистік ұйымдардың ықпалына түскен. Қоғамды ұлт пен дінге бөліп, ашулы өшпенді ойларын әлеуметтік желіде ашық жариялап жүрген. Бірнеше апта бойы мектепке бармаған. Қанды оқиғадан бірнеше күн бұрын сыныптастарына менің қаһарым деп аталатын жазбаша үндеу таратқан. Қазір ол тұтқындалды. Үйін тінту барысында қару-жарақ қоймасы табылған. Тыйым салынған экстремистік белгілер мен ұрандар, суық қару, тіпті жарылғыш заттар да болған. Қылмыстық іс қозғалды. Тәжікстан тарапы Ресейге ресми нота жіберді. Бірақ ең қорқыныштысы бұлда емес. Тимофей қылмысты жасаған сәттен бастап баланы қан жоса қылғанға дейін әр қадамын видеоға өзі түсіріп жүрген. Қабилжан қимылсыз қалған кезде видеоны фотоға ауыстырып, жансыз денемен селфи жасап, ештеңе болмағандай кетіп қалған. Бұл жай ғана қылмыс емес. Бұл адами қасиеттің мүлдем жоқтығы. Қазақстандықтар атынан тәжік халқына, қайғы жұтқан отбасына терең көңіл айтамын. Алла жазықсыз баланың жанын жәннатта қылсын. Жаман ұлт жоқ, жаман адам бар.